шұқырлағанның бәрін жинап, мынандай кірпіштен 700 беттік кітапты биыл шығарып тастаған. Мен бұл кісіменен наурыз айында бір жерде столда отырып қаламын, екеуміз қалай ортақ тема табыла кетеді, бұл да Ташкент, біз де Ташкент, сонымен тұрады деді, тоқтайдар деді Санжар. Ақыр жазатын болсаңдар, мен 3 күнде менің кітабым шығып, баспада басылып жатыр. Қазір мен саған жіберемін дейді дағыны, Қарағандыдан бұл маған таксимен салып жібереді. Ішінде мынандай документ, фото, мото, факсимиле, архивный материалдар бәрін ұстаған аризаны. Енді тек қана сараптама жасау керек. Сараптама қалай жасалады? Қараңыздар. Жібер. Келесі фотоны. Мына қараңыздар. Бұл тема бірден ауысты. Мына былтырғы оқиға. Ана отырған жігіт Питер Франкопан деген. Ол өте қазір әлемде осы түкіргі жерге түспей тұрған тарихшы ғалым. Бұл сондай өнімді жұмыс істейді, айландырған 1 жыл, 2 жылдың ішінде мынандай 600-700 беттік кітаптар шығарып тастайды, отыра береді. Бұның алдында даңқын шығарған кітабы ол The Silk Road, жібек жолдары деген кітап. Өткенде осыдан 2 ай бұрын, 1,5 ай бұрын бұл кітап қазақ тіліне аударылып шықты. Оған дейін кітабы 21 жылдан бері орыстар аударып тағыны бүкіл аэропортта, анда магазинде «Шелковый путь» деген кітабын оқып шықтым, басынан аяғына дейін сұмдық жазған. Енді ана жібек жолының бойында 3000 жыл бойы не болды, не қойып отыр. Дәл қазіргі мына Ақтаумен өтіп жатқан, Бакуге кетіп жатқан нелеріңіз бар ма? Тауарларыңыз, бидайларыңыз, анау-мынауларыңыз соған дейін алып келіп тірейді мынау. Енді қызықты қараңыз, дүние жүзіне даңқы дүркіреп тұрған бұл адам дүние жүзінің жазылмаған тарих деген бір кітап жазды да, оны қазақтар бірден 1 жылға жеткізбей қазақ тіліне аударады. Соны шақырып Лондоннан ұшып келеді. Соған біз барамыз енді жолуға. Енді барлықтарына Питер Франков ана жерде мен танымаса да таныған сияқты сыңай көрсетіп тұр. Фактически ол мен танымайды. Сонымен екеуміз қалай болып сөйлесіп тұрып қой енді. Енді жіберіңіздер келесінені. Так, мына кітабы жердің айтылмаған тарихы. Бұл мына 2 сынып жібек жолдары деген. Екеуі де қазақ тілінде бар. Мына мектептің оқушылары оқысаңдар көздерің ашылып, кішкене былай Ақтаудағы өтіп жатқан мына ар жаққа Әзербайжанға өтіп жатқан жібек жолымен өтіп жатқан товардың 3000 жылдық тарихын саған бүгінгідей тарқатып береді, көзің ашылып кәдімгідей ғалым боласың өзің. Жібер. Тоқтайды, артқа қарай қайт, жаңа Франкопанға бар. Енді қызықты қараңдар. Мынау бізге жолықты қояр. Сол Франкопан отырып тағына тарих жайында толғаған кезде не айтты білесіздер ме? Мынау дейді, сіздер байқайсыздар ма? Қазір Жұмабек Ташкентовтың атын өшіру үшін архивтегі 2 ма 3 па документ алып келеді, Ташкент жерге қол қойған, Ташкент жерге қол қойған көзіңе шығып отырады ғой оңбағандар. Әдейіге істейді. Себебі ана канцеляриядағы сол кездегі Советский Союздың ана партияның қызметкерлерінің отырып шығарып тастаған документтерінің бәрін бізге дәлел ретінде ұсынады. Бұл деген не деген сөз? Бұл феноменология деп аталатын ғылымға қиянат. Феноменология деген ғылымға қиянат деген ол мынандай нәрсе. Бір оқиға болады, бір құбылыс болған кезде оны сенің санаңда сол оқиға былай